Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге оңай әрі тез дайындалатын жұп-жұмсақ, дәмді меренговый торттың құрамымен бөлісемін. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі таза ыдысымызға жұмыртқаның ақ уызын құямыз. Ақ уызды шайқайтын ыдысымыз дымқыл, бірде-бір тамшы су болмауы керек. Егер су болса, онда біздің ақ уызымыз көпірмейді. Кейін лимонная кислотаны видеода көріп тұрғандарыңыздай алақанымызға аздап саламыз. Өлшеп алған лимонная кислотаны ақ уызымызға себеміз. Содан кейін аздап тұз сеуіп, миксердің ең төменгі жылдамдығынан жоғары жылдамдыққа дейін қантты бірнеше бөлікке бөле отырып миксерлейміз. Не достар, біздің ақ уызымыз дайын, осылай үлпілдеп және де өз формасын жақсы ұстауы керек. Келесі ақ уызымызға кукурузды крахмалды екі бөлікке бөліп, кондитерлік лопаткамен араластырып саламыз. Достар, кукурузды крахмалды салу себебіміз біздің меренгіміз жарылып кетпеу үшін. Ақ уызды араластырғанда өте абайлау керек. Оны лопатканың төменгі жағынан жоғары жаққа дейін араластырамыз. Осындай төртбұрышты диаметрі 30-40 формаға пергамент қағазын төсеп, оның үстіне жаңағы дайын болған меренгамызды салып шығамыз. Келесі ақ уызды кондитерлік шпажканың көмегімен формамыздың жан-жағына келтіре отырып жағып шығамыз. Енді дайын болған ақ уызды духовкада 160 градуста 30 минуттай пісіреміз. Келесі меренгамыз дайын болғанға дейін біз меренганың ішіне салатын осындай жемісімізді дайындаймыз. Мен осындай клубниканы салам. Ең алдымен клубниканы жасыл мынандай жапырақтарынан ажыратып, ортасынан бөліп шығамын. Достар, сіздер өз қалауларыңызша меренганың ішіне басқа да жемістерді салуларыңызға болады. Достар, біздің меренгамыз дайын болды. Енді бұл меренганы суыту үшін біз оның бетіне осындай пергамент қағазын төсеп, решетканы қойып, келесі жағын аударамыз. Келесі жағын аударған соң үстіндегі формамызды алып, және де меренганың астыңғы жағындағы пергамент қағазын ақырындап аламыз. Келесі меренгамыз суығанға дейін біз меренганың кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге 200 мг салқын сливки керек. Сливкиді миксердің төменгі жылдамдығынан жоғары жылдамдыққа дейін сахарный пудраны сала отырып, әппақ болып көпіргенге дейін миксерлейміз. Меренганың кремі дайын болды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай үлпілдеп, осындай қоюлана бастайды. Достар, кремді 5 минуттан артық миксерлеуге болмайды. Келесі суыған меренгамызды видеодағыдай 3 бөлікке бөліп аламыз. Келесі 3-ке бөлінген меренгаға жаңағы дайындап алған кремді 3 бөлікке бөліп жағып шығамыз.
Енді кремнің үстіне жаңағы бөліп алған клубникаларды видеодағыдай салып шығамыз. Келесі меренганы бірінші бөлігін видеодағыдай орап шығамыз. Оралған меренганы бір тарелкаға рулет ретінде көлденең емес, оралғанын жоғарыға қаратып қоямыз. Қалған меренганы дөңгелектеп орамай, жаңағы оралған меренганың сыртынан ораймыз. Келесі соңғы меренганың бөлігін құлатып алмай, ақырындап осы рулеттің сыртынан ораймыз. Достар, бұл меренга өте сондай жұмсақ, сондықтан да өте абайлап жұмыс істеу керек. Келесі оралған меренганың үстін әсемдейміз. Ол үшін біз осындай клубниканы екі бөлікке бөліп, клубникаларды салып шығамыз. Енді меренганың үстіне мен клубника мен малинадан жасалған сиропты құйып шығамын. Егер сіздерде сироп болмаса, шоколадты құюға да болады. Достар, меренговый торт толығымен дайын болды. Қазір бірге көреміз. Қараңыздар, кесіп жатқанның өзінде өте жұмсақ, сондай нәп-нәзік болып шыққан. Дәмі өте керемет. Достар, осы рецептпен жасап көрулеріңізге болады.